Біз Абдылқыр Сақпаев атындағы нөмір 40 жалпы білім беретін мектептің 9 Б сынып оқушысы Кухарова Айжан мен Алмағамбетова Әсемайдың қала мектеп оқушыларының даму ерекшеліктері атты ғылыми жобаны ұсынамыз. Ал менің айтар тақырыбым ол балалар мен жасөспірімдердің даму ерекшеліктері. Баланың өсуі мен даму заңдылықтарына көз салсақ, жас нәрестенің организмі күн сайын өсіп дамиды. Организмді клеткалардың саны мен салмағының ұлғаюына байланысты дене көрсеткіштері әрдайым өзгеріп отырады. Бұл процесс өсу дейді. Адам организмінде өсу қатар даму процесі де жүреді. Даму сапалық көрсеткіш. Баланың дамуы физикалық және функциялық даму деп екі түрге бөлінеді. Физикалық дамудың көрсеткіштері барлық мүшелерге бірдей болса, ұзындығы, көлемі, ені, аумағы, салмағы, алып жатқан орны. Функциялық даму көрсеткіштері мүшенің органның қызметін байланысты әрқалай болады. Жасөспірімдердің туған күнінен бастап ер жеткенге дейінгі өсу мен даму процесінде байқалатын заңдылықтар. Ең біріншіден, өсу мен даму қарқынының біркелкі еместігі, өсу мен даму процесінің біркелкі жүрмейтіндігіне байланысты баланың жасы деген сөздің өзін дәлелдеу қажеті туады. Осыған байланысты төменгідей жастарды айыруға болады. Биологиялық жас дүниеге келген уақыттан бастап бақылау жүргізе отырған күнге дейінгі аралық. Жастың мұндай түрін айыру күнтізбе арқылы анықталатындығын ешқандай қиындық туғызбайды.